Құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің кезекті семинарымыз, яғни вебинарымыз Infolesson KZ деген платформада өзімді таныстырып, сізбен бірге осы бүгінгі бір сағатты тиімді әрі пайдалы өткіземіз деп ойлаймыз. Ең бірінші сізге осы жаңа жыл құтты болсын, жақсы бір жетістіктер болсын, оқушылардың жақсы жетістіктері болсын, өзіңіздің кәсіби дамуыңызға да үлкен осындай тілектер тілеймін. Құрметті әріптестер, қадірлі ұстаздар, бүгін біз өте маңызды бір тақырыпты сөйлесуге жиналдық. Әрбіреуіңізді активный болуға шақырамын. Яғни біздің чатымыз бар, чатта өте көп сұрақтарды қоя берсеңіз болады, біз оны соңында міндетті түрде талқылаймыз. Бүгінгі біздің әңгімеміздің мақсаты бұл дәстүрлі мектептің тек білім беретін орта емес, сонымен бірге кәсіби бағдар беретін бір мектепке айналу қажеттігін талқылау болып табылады. Енді мен қысқаша өзімді таныстырып кетейін. Менің атым Диас Асанов, мен Джо High Schools мектепте желісінің осы кәсіби бағдар жұмысының жетекшісімін. Әрине бұл үлкен бір жауапкершілік бар жұмыс. Және мен Times Higher Education сертификатталған кәсіби бағдар беру маманы. Оған қоса, мен осы Infolesson KZ деген платформада, отырған Infolesson KZ, сол жақта менің курсым бар, кәсіби бағдар беру курсының авторымын. Сол жақта көптеген күшті нәрселерді қарасаңыз болады. Ал енді бүгінгі біздің сөйлесетін тақырыптарымыз. Осындай біз көп тақырыпты бір сағатта айту өте қиын. Сондықтан біз ең үлкен осындай 3 тақырыпқа көңілімізді бөлейік деп шештік. Бірінші тақырып бұл әрине кәсіптік бағдар беруді, біз оны профориентация деп айтсақ бола ма? Содан рұқсат сұрайын, себебі біз профориентация деген өте сондай жақсы бір термин. Осындай профориентация жүргізуге арналған практика құралдармен танысамыз. Екінші, біз оқушылардың қызығушылықтары мен қабілеттерін анықтаудың заманауи тәсілдерін үйренеміз. Сонымен қатар оқушыларымыздың болашақта жалпы өз орнын табуына көмектесетін дайын шешімдер бар. Яғни шешімдерді, осындай құралдарды сіз уже ертең өз мектептеріңізде пайдалана аласыз. Онда кеттік. Ең маңызды бір сұрағым бар сізге. Ең бірінші қалай ойлайсыз? Сіздің осындай кәсіби эксперт маман ретінде, мұғалім ретінде, ата-ана ретінде мүмкін, мектепке не үшін бару керек деген сұрақ. Бұл жай ғана қызық сұрақ емес, жай ғана сондай бір әдемі сұрақ емес, бұл яғни нағыз педагогикалық сұрақтардың ең үлкені. Мектепке не үшін бару керек деп ойлайсыз? Осыны комментарийге немесе чаттарға жазсаңыз болады. Оны сосын біз талқыласақ болады. Ең үлкен сондай бір сұрақ. Мектепке не үшін бару керек? Ал енді қараңыз, мектеп бұл барлығы ойлайды. Мектепке біз білім үшін ғана барамыз. Тек білім үшін ғана барамыз. Бірақ бұл ондай емес. Мектеп ол тек пәндерді жаттайтын орын емес. Нағыз мектеп бұл әрбір оқушының талантын ашып, оның ересек өмірге сенімді қадам басуына, өзінің әлеуетін ашуға, оны жүзеге асыруына көмектесу керек. Яғни баға емтихан емес, ең бастысы. Ең бастысы оқушының кім болғаны, ол қоғамға қандай пайда әкелетіні деген түсінік қалыптасу керек. Бұл ең маңызды сұрақ. Енді қараңыз. Оқушы, жалпы, мен оны екіге бөлем. Профориентация толықтай қажет оқушы, және осы балалық шақты өткізуге бағытталған бір адамның бір өмірлік шағы. Мысалға айтайық. Ата-ана баласы бір және 6-шы сыныптарға барғанда бірінші кезекте нені сұрайды? Оның бірінші сұрағы бұл сіздің мұғаліміңіз кім, ол қандай мұғалім, қайда жұмыс істеді, оның опыты бар ма, инклюзивтіктік опыты бар ма деген сұрақтарды қояды.
иә, ол бірінші және алтыншы өзіңізді осылай елестетіп көріңіз. Бұл осындай сұрақтарды қояды да. Ал енді жетінші класстан бастап, иә, ата-анасы және баласы ең бірінші кезекте нені сұрайды екен? Ол енді мұғалім туралы емес, ол ағылшын тілі қалай өтіп жатыр? ұбт-ға дайындап жатырсыңдар ма? Университетке дайындарсыңдар ма? Ертең балам кім болады? Оған қандай дағды бересіңдер деген сұрақтарды сұрайды. Бұның несі бар? Оның дәлелі бар да. Ғылыми кітаптарда осылай жазылады. 6 классқа дейін, яғни балиғат жасқа жетпегенше, яғни 11-12 жасқа дейін оқушыларда, яғни конкретный ойлау қабілеті бар. Оны конкретное мышление дейді. Олар тек қана фактически мынау не ұнайды, мынау ұнамайды, там гамбургер ұнайды, мынау ұнайды деген нәрселерді ғана не істейді? Анықтайды, яғни ойлау қабілеті сондай. Ал 12 жастан кейін бала уже абстрактілі ойлау қабілетіне жетеді. Сол кезден бастап біз профориентацияның уже тереңдетілген нәрселерді жасай аламыз. Яғни мамандықтар туралы толықтай білу, яғни осындай нәрселерді қалай дайындық жүргізу, кім болу, не істеу, бұл осы жастан басталады. Яғни бүкіл профориентациялық жұмыс 7 класстан басталу керек. 7 сыныпқа дейін бұл не істеу керек? Бұл баланы бақылау. Бақылау ғана, яғни оған әртүрлі экспириенс өтуге, әртүрлі тәжірибе жасауға өте үлкен осында үлес қосу керек. Яғни осы тәжірибе арқылы бала даму керек. Моторикасы ма болсын, тілдік қабілеттері болсын ба, физикалық қабілеттері болсын ба, яғни 6 классқа дейін оқушы осындай бақылаумен өмір сүру керек. Яғни оған абстрактілі ертең осындай болады, зарплата мынандай болады, мынандай елге барасың деген нәрсені олар қабылдамайды. Себебі оларда конкретный ойлау қабілеті. Сондықтан осы 7 сыныптан бастап өте үлкен осында жұмысты бастау керек. Бірақ біздің қоғамда, мектептерде, жалпы осындай білім саласында бізде мынандай проблема бар. Оны сіз де байқаған шығарсыздар. Бұл сіз көріп тұрған бұл білім саласы. Білім саласына әртүрлі осы оқу процесінің қатысушылары өте әртүрлі көзқарастармен қарайды. Профориентатор айтады: давай біз мамандық таңдаймыз, бұл бір үлкен маман болсын, ертең адами капиталды дамытады еліміздің, шетелге барып оқысын деген нәрсені қабылдаса, ата-анасы оның басқа тәрбиесіне көңіл бөледі, директор басқа нәрсеге көңіл бөледі, ТЖО, БЖО, директорлар әртүрлі өзінің, біреу патриотизмге көбірек көңіл аударады. Біз баланы әртүрлі жаққа тартып жатырмыз да. Бірақ мұның себебі бұл нақты аспектілерге назар аударудан гөрі біз жалпы білім беру процесін түсіп жақсарту керек. Ол не деген сөз? Бүгін мұғалімдер әртүрлі осында біртұтас жүйе құрылса, бірақ біртұтас жүйе деген не? Біртұтас жүйе деген бұл профориентациялық бағытта. Неге? Сол туралы біз қазір келесі слайдтарда айтамыз. Неге бүкіл мектеп профориентациялық мектеп болу керек? Себебі біз жаңа дәлелдегенбіз. 7 класстан кейін бала мұғалімге қарамайды. Неге қарамайды? Ол кім болады деген нәрсеге көп көңіл бөледі, және оған да бір зерттеудің бір дәлелі бар. Енді қазір қысқаша жалпы қазіргі кезде неге профориентация өте маңызды болып кетті? Сіз білесіз, профориентацияның жалпы ресми осындай бізге енгені, біздің Қазақстанда білім жүйесіне ресми түрде енген, қай жылы ресми енді? Биыл ресми енді. Яғни профориентация деген сала біздің білім жүйесінде ең жас сала болып табылады. Бірақ искусственный интеллект, жасанды интеллект бір бөлек, ол да жас бір сала, бірақ профориентацияда бұл біздің Қазақстан білім жүйесіндегі ең жас саланың екіншісі деп айтайық та, имен осы профориентация.
Енді қараңыз, осындай Алтынсарин академиясының осындай цифрларды біз байқасақ, сіз өте көп нәрселерді байқай аласыз. Қазіргі нақты деректерге назар аударсақ, Қазақстанда да әртүрлі мемлекеттерде де, қазір көрсетемін неге мен оны салыстырамын басқа елдермен. 60 адам өз мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Яғни дипломмен олар жұмыс істемейді. Яғни оқушыларымыз жылдар бойы оқиды, 11 жыл бойы оқиды, сосын 4 жыл университетте оқиды, кейбір кезде фаундейшн оқиды, сонымен 16 жылдай бала оқиды, бірақ бітіргеннен кейін басқа салаға кетеді. Бұл уақыттың да, ресурстың да ысырабы. Зерттеулерге біз көрсеткендей, Қазақстанда 87 оқушылар мамандықты ата-анасының ықпалымен таңдайды да. Бұл да үлкен проблема. Яғни бізде осындай еркіндік бермейді да оқушыға. Біз бәрін осы 35-40-қа дейін әрі бала ретінде қарайды да біздің ата-аналарымыз. Сондықтан бұл да үлкен мәселе, оған да вообще отдельный эфир керек та. Ал осы сұралғандардың тек қана 10% ғана еңбек нарығында қандай мамандықтар бар екенін, сұранысқа екенін біледі да. 10% оқушы сұранысқа ие болатын мамандықтарды ғана біледі да. 10% ғана. Бұл қайдан шығады? Өйткені мектепте еңбек нарығының ол жылдам өзгереді да. Яғни еңбек нарығы жылдам өзгереді, бірақ білім бағдарламасы, мектеп бағдарламасы не істейді? Баяу жүреді да. Сондықтан осындай не болып жатыр да, мектеп басқа жолмен жүреді, біз айтқандай, бірақ әлем басқа жолмен жүреді, қоғам басқа жолмен жүреді. Осындай бізде проблема туындап жатыр. Сондықтан мектепте әрбір, қайдадан ескертейін, мектептегі әрбір мұғалім болсын, жалпы бүкіл администрация болсын, ол профориентациялық өз ойлау қабілетін осындай жасау керек. Профориентациялық ойлау қабілеті деп айтуға да болады да. Қазіргі кездегі осындай өте нашар статистиканы қарасақ, бұл осындай нәрселерге алып келеді. Бұл өкінішті. Енді мен не үшін осы Қазақстанды және біз ақш-ты салыстырсақ? ақш-та, сіз білесіз, ақш-та профориентация 1908 жылы пайда болған. Бізде биыл пайда болса, ақш-та 100 бірнеше жыл бұрын, 120 жыл бұрын осындай профориентация пайда болды. Фрэнк Парсонс деген кісі осы жалпы әлемдегі осы профориентацияның атасы деп аталады да. Сол Америкада осындай профориентация жүргізілсе де, 120 жыл жүргізілсе де, осындай статистиканы қарап отырсыз. Яғни, ақш-тың статистиканы жүргізсек, ол сол ақш-тың түлектердің, университет түлектердің 27-40%-ның арасында, яғни 30-35% арасында дипломдарымен тікелей байланысты қызметтерде 10 жылдан кейін жұмыс не істейді? Тікелей байланыста олар 40% олар жұмыс істемейді өзінің мамандығы бойынша. Бұл да, яғни профориентацияның да жұмысы да бар, ол жалпы осы мектептің жүйесі бар, білім жүйесінің де осындай барлық әлемде примерно сол 40-60%-дағы процент. Бірақ сонда да біз оған сүйенсек, біз солай жүре береміз, бірақ сонда да бізде өзгерістер болу керек. Яғни егер бізге қазір профориентация енгізілсе, ресми түрде, сол үшін біз не істейміз? Профориентацияны жүйелі түрде, заманауи түрде өту керек. Енді осы ата-аналардың үмітін тағы да бір қарасақ, сосын біз нақты осындай профориентациялық жүйенің несіне өтейік. Себебі мен қазір неге басында осындай профориентацияның жалпы не үшін керектігін түсіндіріп жатырмын. Яғни біз осындай көп нәрсені істей аламыз. Әртүрлі құралдарды жасай аламыз, әртүрлі профориентациялық күшті заманауи шешімдерді алып, университеттерді шақыра аламыз. Бәрін істей аламыз. Бірақ ең бастысы біз осы профориентация не үшін керек, және оның маңыздылығын бірінші түсіну керекпіз. Яғни, егер біз не үшін деген сұраққа жауап берсек, біздегі осындай жұмысымыз,
біздің әр күніміз бір мағыналы түрде болады да. Тек қана формалды түрде қағаз толтырып, немесе формалды түрде бір адамдарды шақырып, мамандарды шақырып, университет шақырып емес, біз саналы түрде осы мышленияны өзгертсек, сонда ғана біздің жұмысымыз өте жақсы және мағыналы болады да. Енді қараңыз, осындай зерттеу болған. Яғни QS рейтинг деген үлкен бір журнал бар. Яғни әлемде осындай екі үлкен журнал, яғни университеттердің рейтингісін жасайтын әлемдегі екі компания бар. QS рейтинг және Times Higher Education. Осы QS рейтингтің зерттеулері бойынша ата-аналардың үмітін қандай? Яғни ата-аналар мектептер балаларына болашақта табыс жетуіне дайындайтын сапалы білім береді деп сенеді. Яғни олар тек қараңыз, білім береді емес, ертең болашақта табысқа жетуіне дайындайтын сапалы білім береді деп сенеді. Яғни олар нетпейді, ойбай математиканы оқысын, ойбай нені оқысын емес, олар сол болашақты ойлайды. Ал болашақ деген не? Болашақ деген ол сол адамның бір 50-60 жылдық өмірі, бұл жұмыс өмірі. Яғни профессиональный өмір, яғни өз кәсібінде жұмыс істейтін өмірінде өткізеді. Өмірдің ең көп бөлігін. Сондықтан осындай нәрсені біз жақсы өзімізге бір қабілетті осындай ойлау стилін жасасақ, бұл, яғни біз ата-аналарға да өте күшті бір, яғни біз мектеп ата-анамен де байланысты ғой, сіз білесіз, ата-ана, мектеп, оқушы деген үшбұрыш бар. Сол ата-ананың да несін үмітін ақтау үшін мектеп ата-ананың үмітін ақтау үшін осыны да ескеру керек. Яғни ол да профориентацияға байланысты. Баланың да осындай үміті ол профориентацияға байланысты. Яғни оған ұбт деген нәрсе, жақсы аттестат деген нәрсе бұл мақсат емес. Бұл жай ғана құрал. 5 алу бұл не үшін? Ертең грант алуға, немесе шетелге баруға, бұл құрал. Яғни бұл мақсат емес. Ал қазіргі кезде мектептер, мұғалімдер, завучтар барлығы осыны мақсат деп қояды. Ойбай 140 алдың, мысалға ұбт-дан. Бұны мақсат деп санайды да. Бірақ ол, егер біз осындай мәліметтерге сүйенсек, ғылыми мәселелерге сөйлесек, бұл мақсат емес, бұл құралдар. Бұл мақсатқа жетудің бір үлкен бір амалдарын жасайтын нәрселер. Сондықтан, құрметті әріптестер, құрметті мүмкін осы администрациядағы отырған осындағы біздің әріптестер, бұны мен сізге, яғни отдельный блок ретінде, бүгінгі вебинардың отдельный блок ретінде сізге айтып отырғаным осы. Ең бастысы осы екі адамның үмітін ақтау, бірақ үшінші деген бұл ненің үмітін ақтау? Қазақстанның болашағының үмітін де ақтау. Яғни бұл біз не үшін жасаймыз? Біз ертең осы оқушылар біздің адами капиталымыз. Ертең олар Қазақстанды өркендетуге арналған осындай адамдарды дайындаймыз. Оларға жақсы мамандар керек. Қызыл диплом, алтын белгі, осы нәрселер бұл құралдар ғана. Бірақ жақсы маман бұл қоғамға өте керек адамдар. Осындай біз, жалпы осындай блокты біз аяқтадық. Яғни профориентация бойынша үлкен бір осындай блокты аяқтадық. Енді нақты шешімдер мен құралдар бойынша біз сөйлесейік, құрметті әріптестер. Енді қараңыз, жалпы әлем бойынша профориентация көп елдерде бар. Олардың, біз айтқандай, 120 жылға созылған бір үлкен тәжірибесі бар. Соларды да қарауға болады, біздің тәжірибені де біріктіріп жасасақ, сонда ғана біздің профориентациялық бір үлкен жұмысымыз керемет заманауи түрде ғана жүзеге асырылады. Қазір қараңыз, осындай икигай деген
үлкен бір нәрсе бар. Икигай деген бұл адамның өмірлік мақсатына жетудің бір бақытты сезімі. Оған біздің мектебіміз және университеттерде қатысы бар. Ең бастысы білім саласы бұл адамның бақытына жетелейтін ең басты құрал бұл білім. Сондықтан біз осыны былай бөлсек болады. 7-8 сыныптарда оқушылар не істей алады? Маған не ұнайды және не ұнамайтын нәрсені анықтау. 9 сыныпта біз не істей аламыз? Оқушының күшті және әлсіз жақтарын қандай деген нәрсені біз оларға жауап беруге көмектесе аламыз. Ал жоғарғы класстарда, яғни 10-11 сыныптарда біз қандай сұрақтарды қою керек? Біз көбінесе не істейміз? Біз айтамыз, кім болғың келеді? Бірақ кім болғың келеді деген сұрақ бұл баяғыда қойылған сұрақ. Бұл өте яғни дәстүрлі осындай білім, дәстүрлі профориентацияда қойылған. Кім боласың? Осы боласында 50 жыл сол бір саламен жүресің. Бірақ қазіргі кезде басқаша сұрақтарды қою керек. Мен адамдарға қалай көмек бергім келеді? Мен адамдарға қандай көмек бергім келеді? Мен қоғамға қандай көмек бергім келеді деген сұрақты қойсаңыздар, бала өте нақты күшті жауап береді. Ал университет ол маған не үшін ақша төлейді деген сұраққа жауап береді. Егер оқушы осы 4 нәрсені білсе, бұл икигай деген нәрсенің бақытты адам концепциясына нақты түседі. Осы нәрсені ұмытпаңыздар, және осыны сіз, яғни өз мектептеріңізде осындай принциптермен осы класстарға өз бағдарламаңызды жасай аласыз. Енді кішкене демалайық. Кішкене демалып, кішкене осындай 1-2 минут бір осындай Руми деген үлкен бір философ, үлкен бір данышпан адамның 1-2 минут бір притчасын оқиын, өсиеті сияқты, притчасы сияқты. Филолог мен балықшы бірге бір қайықта жүзіп жатады. Бірақ филолог өзін жоғары сынайды. Яғни мен филологпын, сен балықшы, мен сондай оқымыстымын, мен кітаптарды күнде оқимын, синтаксисті білемін деп өзінше болады да. Ал балықшы, оның өмірі кітаппен емес, теңізбен байланысты болғандықтан білмейтін айтады. Филолог менсінбеген түрмен, сен тіл туралы ғылымды оқымадың, өміріңді босқа өткіздің, өмірің қызық емес деп айтады да. Сол кезде кенеттен бір дауыл басталып кетеді да. Дауыл басталады, қайық қауіп төнеді да қайыққа, сондай балықшы сабыр сақтап филологтан сұрайды да. Ал сен жүзе аласың ба дейді. Бірақ филолог үрейленіп жүзе алмайтын мойындайды. Сонда балықшы айтады: онда сенің бүкіл оқыған кітаптарың, грамматикаң, синтаксисің пайдасыз. Өйткені теңіз синтаксисті талғамайды да. Қазір сенің өмірің білімділігіне емес, жүзе білуіңе байланысты дейді да. Құрметті әріптестер, бұл мысалдың түйіні қайда жатыр да? Бұл мысалдың түйіні білім тек кітапта қалып қойса, өмірде қолданбаса, оның пайдасы жоқ. Мектепте дәл осындай. Тек пән үйреніп, құрметті әріптестер, мен қазір ешқандай пән туралы жаман айтқым келмейді, бірақ егер біз нақты осындай бір үлкен жолды бассақ, заманауи бір ойласақ, мектепте дәл осындай да. Тек пән үйретіп қоймай, оны өмірмен байланыстыра білуіміз керек та. Түсінікті ма? Яғни әрбір осындай біздің күнделікті сабақтарымыз, күнделікті бір қызықты бір маңызды бір айтатын дүниеміз бұл өмірмен байланысты болу керек. Ол туралы біз қазір келесі слайдтарда да толығырақ
ашып береміз. Енді көрейік, дәстүрлі профориентация тәсілі қандай және оның кемшіліктері. Неге дәстүрлі тәсіл деп атайды? Яғни дәстүрлі тәсіл деген ол жаман тәсіл емес. Жаман тәсіл емес. Дәстүрлі тәсіл бұл яғни өтіп кеткен нәрсе, бірақ оның элементтерін біз қолдану керекпіз да. Яғни біз тәжірибені ешқайда жібермейміз. Соның тәсілдері осындай болды да. Совет заманында болсын, жалпы Америкада болсын, осындай дәстүрлі нәрселер. Ең бірінші, мектептерде әдетте не істейді? Мектептерде әдетте сол тест арқылы және әңгімелесу арқылы ғана оқушыны не істейді? Таниды, оқушыны бағалайды. Осы екі нәрсе арқылы. Бірақ бұл қазіргі заманда оған қосымша нәрселерді жасау керек. Сол яғни тек осымен шектелмеу керек. Тек қана ұбт-ға немесе бағаларға бағытталуды доғару керек. Яғни тек қана осыны жасауға болмайды. Оны ескеру керек, бірақ тек қана осыған бағытталу керек жоқ. Үшінші нәрсе, мұғалімнің немесе ата-ананың таңдауын ғана не істеу? Тану. Тек қана мұғалім айтады, сен мұғалім боласың. Ата-ана айтады, сен медицинаға барасың, стоматологияға барасың. Себебі стоматология дейді да, үлкен бір сала дейді, ақша көп дейді да. Осыны да не істеу керек? Шектеу керек. Осыны да азайту керек. Үшінші нәрсе, тек қана осы hard skills-қа емес, жаңағы балықшы мен филолог туралы айтқандай, ол тек қана hard skill-ді біледі да. Ал soft skills бұл өмірінде пайдалану. Яғни soft skills-ті назардан тыс қалдырады. Осындай дәстүрлі тәсілде. Soft skills ол икемді дағдылар. Коммуникация, адамдармен араласу, осындай өмірде бір күшті бір дағдыларды үйрену, тек қана кітаптағы бір фактически нәрселерді ғана үйренбей, ол өмірде не пайдалы екенін үйрену. Осындай мысал келтірейік. Жалпы қалай осы дәстүрлі профориентация қалай бітеді? Құрметті ата-ана, тест оның бағдарламашы программист екенін көрсетті, бірақ оған мүлдем қызық емес деген нәрсені бітетті. Бұл, яғни, қандай пайдасы бар? Болашақ мамандықтарға осындай нәрселер ол қатты керек емес. Болашақта олар басқа 21-ші ғасырдың soft skillдарын үйренбей, бала ертең қандай дипломы болсын, ол адами капиталдың ең төменгі сатысында болады. Енді осындай дәстүрлі тәсілді біз қолдана отырып, яғни оған ғана сенбей, соны ғана пайдаланбай, бірақ дәстүрлі тәсіл ең оңай тәсіл. Сондықтан оны алуға өте үлкен сондай не бар да, соблазн бар да. Өте оңай, соны жасай берекші деген нәрселер көп та. Бірақ, құрметті әріптестер, біз қазір жаңа заманауи профориентатор, жаңа заманауи бір мұғалім болу үшін, жаңа ұстаз болу үшін біз осындай жаңа парадигмасы пайда болды. Яғни профориентацияның жаңа парадигмасы деген немене? Бұл біз жаңа айтқандай мамандық таңдаудан біз кішкене алыстатып, өзі тануға көшу керек та. Себебі неге? Біз білеміз, бұрын бір мамандықты таңдайсың, өмір бойы сол мамандықпен саған гарантированно жұмыс бар. 50-60 жылдық өмірің осындай өтеді. Яғни дәстүрлі біз солай айтады да, қазір мамандық аласың, диплом аласың, сонымен 50 жыл болып жұмыс істейсің. Қазіргі қоғамда, қазіргі әлемде бұл нәрсе мүлдем басқа. Қазір жыл сайын жаңа мамандықтар пайда болады. Жыл сайын жаңа бір профессиялар пайда болады. Оның дәлелі осындай Қазақстандағы ГОП-тардың, ОП-лардың пайда болуы. Қазір 700-ден аса бізде осындай білім бағдарламалары бар да.
Дата сайенстан бастап осындай жыл сайын қосыла береді да. Жыл сайын қосыла бергеннен кейбір мамандықтар не істейді? Олар басқаға көшеді немесе жойылады. Сондықтан ең бастысы өзін өзі тану, мен оған не ұнайды, не істей аламын, мен өзіме сенімдімін ба, мен қазір мамандықты оқып 5 жылдан кейін басқа мамандыққа көшсем, жаңадан білім алсам, бұл нормально, бұл окей деген нәрсемен өзін өзі тану керек. Оған әрине осындай тесттер де пайдалы болады, осындай біздің әңгімеміз де пайда болады, және де әлемді көру, әлемде болып жатқан процестерді, сондай кітаптарды оқу, әртүрлі осындай мамандармен кездесу. Маған бұл жақын ба, жақын емес па, экскурсияларға бару деген нәрселерді біз не істейміз? Осы өзін өзі тануға деген осындай модельге көшу керекпіз. Сонымен қатар оқушының қызығушылықтарына, яғни тек қана экономикаға емес, Қазақстанға керек, экономикаға керек адамдарды даярлау ғана емес, оқушының қызығушылықтарына не істеу керек? Назар аудару керек. Бұның да дәлелі бар. Сіз білесіздер, зумерлер ұрпағы пайда болды. Зумерлер ұрпағы біздің миллениал ұрпағынан естиді, өте басқа адамдарда. Олардан қызығушылықты сұрау өте маңызды. Олар не істей алады, оларға не қызық, оларға мына қызық болмаса, бір жылдан кейін оларға осындай нәрсе қызық болып кетеді да. Осындай оларда қызығушылықтар әр жыл сайын, 5 жыл сайын ауысып отырады. Дағдыларына және құндылықтарына баса назар аудару. Яғни бұл неге? Себебі біз жаңа адамдармен жұмыс істеп жатырмыз. Жаңа адамдар в кавычках, жаңа адамдармен жұмыс істеп жатырмыз да. Жаңа адамдар олар басқа. Біз қазір неге біз осындай дәстүрлі профориентациямен жүреміз? Себебі біз өзімізге қатысты, өзімізге түсінікті әдісті қолданып жатырмыз да. Бірақ олар түсінетін әдісті қолдану керек та. Қызығушылықтарың, дағдылары, қандай не істей аласың, осындай дағды осындай болу керек, коммуникация болу керек, мобилографияны жасау керек, искусственный интеллектті үйрену керек. Әртүрлі осындай 21 ғасыр дағдыларының өте маңызды және оның құндылықтарына назар аудару керек. Яғни қазіргі адамдар басқа. Сондықтан оны да ескеру керек. Кәсіптік бағдар беруді бір реттік шара емес, үздіксіз процеске айналдыру керек. Яғни бір ғана кездесу емес, бір ғана тест емес, бір ғана онымен сөйлесу емес. Бұл бүкіл мектеп үздіксіз процеске айналдыру керек. Мысалға, сабақта бір профориентациялық бір ойды береді мұғалім. Сосын мектептегі іс-шаралар бір профориентациялық бір касание дейді ғой оны. Бір профориентациялық бір жақсы бір іс-шара болу керек. Профориентаторға келеді, ол да бір нәрсе айту керек. Сосын университетке барады. Яғни осындай 10 шақты бір үздіксіз процеске айналдырса, бүкіл мектеп ретінде, әсіресе мұғалім ретінде осындай үздіксіз процеске айналдырса, онда біз не істей аламыз? Біз оқушыға үлкен бір қолдаушы ретінде бола аламыз да. Яғни біз әр кезеңде оған қолдау көрсетуіміз керекпіз. Яғни, егер осындай модель керек болса, модельдің осындай эффективті профориентацияның моделі осындай. Ең бірінші сіз диагностика жасайсыз. Тесттер, сұхбат аласыз, бақылау аласыз. Яғни осындай бір дәстүрлі нәрселерді жасай аласыз. Оған күмән жоқ. Тест өткізесіз, сұхбат аласыз, бақылауға аласыз, инклюзивті бір ортаны құрасыз. Яғни тек қана дарынды оқушылармен емес, сондай-ақ қызыл зонада дейді оларда, яғни осындай бұзық балалар болады, оқымайтын балалар болады, сондай инклюзивті балалар болады. Олармен де не істеу керек? Осындай бақылау, сұхбат және тест өткізу керек. Бірақ екі нәрсе осындай жаңа бір модельге енді. Бұл тереңдету.
Яғни Абай айтқандай, ол терең ой деген нәрсе. Терең ой. Терең ой нәрсе осыған да жүзеге асыру керек та. Яғни мамандықтар иелерімен кездесу, экскурсияларды жасау, жобаларды жасау, әртүрлі компанияларға бару, университеттердің жәрмеңкесін өткізу. Яғни бұған да күш керек әрине, бірақ сонда да тереңдетіп зерттеу керек. Ол екінші нәрсе. И үшінші нәрсе бұл қолдау. Яғни алдымен оқушыны зерттейміз, кейін оны әртүрлі салаларға араластырамыз, яғни әртүрлі салаларды көру керек, оларды білу керек, және оларға вовлеченный дейді ғой, араласу керек. Соңында әрқашан қасында болып бағыт бағдар береміз. Бұл осындай альфа және зумерлердің бір осындай потребности. Бұл олардың бір маңызды бір қажет ететін дүниелерді қолдау. Әрқашан оларға қалайсың, бағыт бағдар бәрі жақсы ма, не істей аламыз саған деген нәрселерді тәлімгерлік көрсету керек та, және кері байланыс алу керек оқушылардан. Міндетті түрде кері байланыс алу керек. Саған ұнады ма, не істей аламыз, саған қандай көмек керек, сен қайда барың келеді, шетелге ма, колледжге ма, қандай, яғни кері байланысты алу керекпіз, Сондықтан маған да кері байланыс берсеңіз, чатқа жазыңыз. Біз кері байланысты оқып, осындай тағы бір әңгімелесеміз. Енді қарамыз, әлемде әртүрлі тәжірибелер бар. Оны да қолдануға болады. Бұл идея, жалпы профориентациялық идея, яғни оларды тереңдеп, осы мамандықтарға араласу, оларды қолдау. Бұл тек жаңадан мен ойлап тапқан дүние емес, біздің мектепте ойлап тапқан дүние емес. Бұл әлемнің озық елдерінде жүзеге асырылып жатыр да. Мысалға, Жапонияда Шокуба, Тайкен, Кагугуши деген бағдарламасы бар, Онда балалар мектептен шығып, нақты жұмыс орындарында тәжірибе жинайды. Қалай бұл күшті дүние емес па? Мен өзім осындай жасап көргім келген да мектепте, бірақ онда бізде бағдарлама болған жоқ. Финляндияда сіз қарасаңыз, әртүрлі осындай еңбек күндерін жасайды, жеке қолдау күндерін жасайды. Job shadowing days деген бар. Яғни оқушыларды, студенттерді емес, оқушыларды олар компанияларға барып, тағылымдамдан өтіп, бұл маманның көлеңкесі сияқты бір күн соның қасында жүреді. Көлеңке сияқты. Кореяда әртүрлі, Нидерланд мемлекетінде, Голландияда да бірінші сыныптан бастап осындай көптеген осындай бірінші осындай карьералық, мансаптық бір дәсе жүргізеді. Елестетіп көріңізші. Сондықтан бұл тек қана біздің ойлап тапқан дүние емес. Бұны сіз білу керексіз. Осындай, бұл жалпы қандай құралдарды сіз өзіңіздің мектебіңізде пайдалана аласыз. Осындай әлемдік тәжірибе бола ма, немесе өзіңіз ойлап тапқан бір нәрсе бола ма, бірақ жаңа осы модельмен жасау керек та, бүкіл профориентацияны. Енді әрбір мектептегі әрбір адамның, яғни әрбір оқу процесінің қатысушы жасай алатын нәрселерді, жасай алатын методикаларды біз бір қарап шықсақ. Мынау жалпы кәсіптік бағдар беру деген жалпы не екенін осындай ресми түрде, академический түрде оның осындай анықтамасы. Бұл мектептегі барлық негізгі тұлғалар қатысатын кешенді процесс. Давайте тағы да көрейік. Профориентация бұл мектептегі барлық негізгі тұлғалар қатысатын кешенді процесс. Тек қана профориентатор емес, бүкіл мектептің мұғалімдері де араласатын процесс. Олардың әрқайсысы бір-бірін толықтырып, оқушыларға көмектесудің біртұтас жүйесін
құра отырып өзіндік ерекше роль атқарады. Яғни түсінікті ма? Профориентация бұл мектептегі кешенді процесс. Бұл әр тұлғаның өзіндік ролі бар. Мысалға, пән мұғалімнің ролі. Бұл да жаңа бір парадигма, жаңа бір заманауи бір ролі шықты. Заманның талабы бойынша. Пән мұғалімнің ролі тек қана енді фактически знания беру емес. Оның ішінде профориентацияны біріктіру өте маңызды. Неге? Себебі біз мысалы дискриминантты біз өткенбіз. Өзім мектепте мен дискриминантты өттім. Бірақ дискриминант не үшін өмірде қалай қолданады, қандай мамандар оны қолданады, не үшін қолданады, оны үйретпеді. Біз не үшін оқыдық? Апайдың сабағын біз 5 алу үшін оқыдық. 5 алсақ, апай мәз, мен мәзбін, мама да мәз, папа да мәз, 500 теңге береді саған. Сондай нәрселерді біз өзіміздің мектептерімізде көрдік. Сондықтан әрбір тақырыпта, яғни КТП бар ғой, КТП-дағы әрбір тақырыптан кейін не істеуге болады? Не істеуге болады? Бұл маңызды нәрсе. Пәндерді біріктіруге болады. Ағылшын тілі мен физиканы біріктіруге болады. Физика мен химияны біріктіруге болады. Бірге бір сабақты өткізуге болады. Немесе оларды талантын анықтауға болады. Мұғалім талантты анықтай алады. Әрбір мұғалім тек қана, мысалы, бір үлкен бір кісі бар, ол мұғалім ретінде бір университетке хат жазады. Бұл менде керемет бір оқушы бар, өте талантты оқушы. Оған сіз міндетті түрде грант беруіңіз керек. Онымен сөйлесіп көріңіз деп мұғалім университетке хат жазады. Әр түрлі осындай. Сосын сол университет сол баланы шақырып грант береді. Бұл мұғалім тек қана осы сабақты өткізе ғана қоймайды. Ол таланттарды анықтап, өзі профориентацияны да бір үлкен бір жұмысты атқарғанда осындай бір мұғалімнің кейсі бар. Енді кәсіптік бағдар беру сабағы, бұл білеміз қалай жүзеге асыру мүмкін. Жаңа мен айтқандай әрбір тақырыптан кейін сіз осы искусственный интеллектті қолданып не істей аласыз? Сіз мысалға химияда, егер химия мұғалімдері болса, біздің чатымызға жазып кетіңіздер. Немесе қандай жалпы мұғалім осында отыр, сол пәнді жазып кетіңіз, өте қызық. Мүмкін тек қана профориентатор отырмай, мүмкін осында басқа да мұғалімдер отырған шығар деген үмітім бар. Сол сізге және профориентатор үшін осындай нәрсені жасауға болады. Мысалға, сіз химияның пәнін өтесіз, альдегидтер мен кетондар деген бір тақырып өттіңіз. Бірақ оқушыға бұл не үшін керек екенін де не істеу керек? Айту керек. Соны сіз чат GPT-ға жазасыз. Альдегидтер мен кетондар тақырыбы бойынша кәсіптік бағдар беру мотивациясын бер деп жазсаңыз, искусственный интеллект, чат GPT болсын, басқа искусственный интеллект сізге өте күшті жауап береді. Яғни осы тақырыпты білсең, сен ертең денсаулыққа пайдалы заттар жасайтын, парфюмді жасайтын, косметиканы жасайтын маман ретінде сен осыны қолдана аласың. Сол кезде оқушыда бір ойында бір күшті бір нәрсе пайда болады. Ол не үшін мен мектепке келгенін не істей алады? Егер парфюмер болсам, оған қызық болады. Яғни сабақты өтуге де оның қызығушылығы пайда болады. Егер сіз әр тақырып қандай мамандықта, ол қандай нәрселерді жасауға көмектеседі. Парфюм, бұл органикалық хош иістері бар заттарды жасай алады, кремдерді жасай аласыңдар. Әр түрлі сондай күшті бизнесмен бола аласыңдар деген нәрсені айтсаңдар, ол сабаққа да осындай басқаша көзқараспен қарайды да, ертеңгі сабаққа асығады.
ертеңгі сабаққа себебі ол көргенде қандай осы нәрсені мен қайда пайдаланамын, осы нәрсені мен қандай мамандықта пайдаланамын деген осындай бір шабыт бере аласыз да оқушыға. Бір ғана осындай 1 минуттық искусственный интеллектте жазған бір ғана промпт арқылы кәсіби бағдар беру мотивацияны маған 5 жыл осы тақырып бойынша осындай күшті нәрселерді сіз өз әрбір сабақта қолдансаңыз, это бомба. Бұл бомба болады. Енді тәрбие ісі жөніндегі меңгеруші де, яғни қалай завуч, оны ТЖО дейді, тәрбие бойынша завуч, ол қандай роль атқаруы мүмкін? Сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастыру, немесе мектептің ішіндегі іс-шараларды ұйымдастыру. Бірақ қандай іс-шаралар? Мысалға, ол тек қана осындай ресми түрдегі іс-шараларды жасамай, Наурыз, олар міндетті түрде жасау керек та. Бірақ басқа шараларды ол профориентациялық призмасымен жасау керек та. Әртүрлі шараларды. Мысалға, үйірмелерді құру, клубтарды құру, яғни клубтар осы мамандыққа сай құру, яғни кім юристер, бір несі болуы мүмкін, юристердің бір клубы болуы мүмкін, бір секциялар болуы мүмкін, яғни шығармашылық секциялар болуы мүмкін, немесе медициналық бір клуб болуы мүмкін, яғни болашақ медицина, болашақ доктор болатын бір клуб құруға болады. Олар әртүрлі зерттеулер жасайды, әртүрлі поделка жасайды, мектепті осы медицина саласында бір оформление жасайды. Және сол клуб мысалға жақындағы бір клиникаға барады, жақын жердегі бір поликлиникаға барады, соларға айтып, біз сәлеметсіз бе, біз осындай медициналық клуб біздің мектебімізде аштық, біз клуб ретінде, сізді хирург ретінде біздің мектепке келіп оқушыларға бір лекция оқуға шақырсақ деген ой бар деген осындай қызықты, яғни профориентациялық призмасымен жасалатын шараларды ұйымдастыру, бұл мектептің, яғни өзінің функциясын жасайтынның белгісі болады да. Яғни бұл жерде оқушылар өзі қызыққан, яғни бағыттармен тереңірек зерттеп, өз дағдыларын дамыта алады. Яғни қазіргі кезде біз білеміз, профориентатор бір ғана адам бүкіл мектепте 1000 оқушыға бір профориентатор. Сондықтан сіз директорге айтсаңыз болады, ТШО-ға айтсаңыз болады, барлығына айтып, осы профориентациялық көзқарастарын өзгертуге сіздің рөліңіз үлкен да, профориентатор ретінде. Сонымен қатар әртүрлі мамандық иесі бар ата-аналардың шеберлік сабақтарын өткізу. Бұл өте күшті нәрсе. Сізде список болады, яғни бүкіл мектептегі ата-аналардың қайда жұмыс істейтіні туралы сізде список болу керек. Сол ата-аналарды сіз мектепке шақырып, өз классына осындай профориентациялық мастер-класстарды өткізе алады. Біреу банк сферасында жұмыс істейді, біреу медицина сферасында жұмыс істейді, біреу құрылысшы боламы, біреу ресторанның иесі боламы, ресторанда жұмыс істеймі. Яғни сіздің бір ғана, сіздің арасында осындай маман иесін табу өте оңай бір жол. Осындай мектептерге келіп, немесе сіз сол оқушыларды, сол неге барып, компанияға барып таныстырасыз. Яғни қатты іздемеңіз, сізде барлығы дайын, бірақ соның, яғни директорды жинау ғана қалды. И әртүрлі осындай мектептің жалпы осындай профориентациялық бағытында жұмыс істейтін осындай нәрселерді жасауға болады. Сонымен қатар ең үлкен нәрсе, бұл сіз білесіз, апталықтар жүреді да. Химия апталығы, биология апталығы, математика апталығы, тіл апталығы, көптеген апталықтар жүреді. Бірақ бұл да дәстүрлі нәрсе. Бұл да
заманауи талаптарға сай олар өзгеру керек. Ол өзгергенде қалай? Қатты өзгермейді. Тек қана мышление өзгереді. Мысалға біз былай жасасақ. Біз апталық емес, пәннің апталығы емес, біз не істей аламыз? Педагогика аптасы, немесе химбио аптасы, немесе медицина аптасы, немесе мүмкін бізде 13 сала бар, Қазақстан бойынша 11 сала бар, иә, там ауыл шаруашылығы биоресурстар, педагогика, медицина, ветеринария, сондай Қазақстанның экономикасына қажетті 11 сала бар. Сол салаларды сіз бір жылға бөліп тастасаңыз болады. Ол тоже не істейді? Соның ішінде сіз химия апталығын жасай аласыз. Бірақ көзқарас неден болу керек? Пәнге емес, көзқарас болашақтағы мамандықтарға осындай назар аударылып жасалу керек та. Яғни қайтадан біз ораламыз неге? Не үшін деген ең басындағы сұраққа ораламыз. Не үшін мектепке барамын? Не үшін профориентация керек? Не үшін бізге апталықтар керек? Я, не үшін апталықтар керек деп айттық. Бұл апталықтар не үшін керек? Ертең бұл адамдар, яғни 7-ші класстан ғой, көп апталықтар 7-ші класстан басталады да, көбінесе. Сол апталықтарда біз именно мамандықтар, осы химия, осындай мамандыққа керек екен. Осы тақырыпты біз не үшін жасап жатырмыз? Ертең гидромелиоризацияда керек екен. Ертең біздің Қазақстанда су тапшылығы бар, проблема. Оны химбио адамдары, физмат адамдары оны не істейді? Жүзеге асырып, Қазақстанға осындай пайдасына келеді деген осындай призмамен де сіз қарай аласыз. Яғни мектепте осындай апталықтар, немесе айлар жасалынса, бұл өте маңызды бір шешім болады да. Мектептің заманауи жаңа парадигмаға сай жұмыстарды белсене араласады. Енді мектептің директорының рөліне қысқаша тоқтап кетейік. Директор, жалпы сіз білесіз, мектептің даму стратегиясына, біз айтқандай осының бүкіл барлығын бұл стратегически болу керек та. Яғни мектептің лидері осыны мектеп ретінде жасай алады да. Бірақ профориентатордың рөлі өте маңызды. Бұл профориентатор мышление өзгереді, бірақ документация бойынша, жалпы осындай стратегия бойынша директордың рөлі маңызды. Ол кәсіби бағдарлауды әрбір элементке қосса, оған басымдық берсе, лидер школы, мектептің лидері. Сонда мектепте өте үлкен нәтижеге жетеді. Сонымен қатар директор әріптестік желісін құрай алады да, әртүрлі компаниялармен келісуге болады, неше түрлі бір бизнес қоғамдастықпен жұмыс істей алады, мемлекеттік органдармен, тек қана білім беру басқармасымен емес, жалпы басқа мемлекеттік органдарда бар, там еңбек министрлігі бар, там цифрландыру министрлігі бар, солармен де қарым-қатынас орнатып, осындай мемлекеттік компаниялармен, жай ғана бизнеспен келіссөздер жүргізіп, мектепте өте сондай күшті баннерлерді қоюға болады. Яғни мектепке кірсең, сен тек қана Абайдың, Алтынсариннің, Пушкиннің суреттерін емес, сен басқа мамандардың суреттерін көруге болады. Стив Джобстың ба, әртүрлі мамандықтардың суреттерін, компаниялардың нелерін, логотиптерін, мектептегі бір баннерлерді, университеттердің туларын, гербтерін, немесе роллаптарды да осы мектепте қойса, сонда бала күнделікті мектепке кірген бойда, точно, университет, мамандық, ертең мен жұмыс істеу керекпін, ақша табу керекпін, ертең жақсы бір маман болу керекпін деген бір визуальный даже эффект болады да. Осына директордың рөлі болу керек деп сіздерді шабыттандырып бергім келген. Енді қорытындай келсек, сосын біз сұрақ жауапқа көшеміз.
Қорытындылай келсек, бізде мынандай үш негізгі тұжырымды айтып көрейік. Барлық сабақтар мен іс-шаралар кәсіптік бағдарлау тұрғысынан қарастыру. Яғни бүкіл мектеп, қайтадан айтайын, мұғалім болсын, әркім болсын, ата-ана болсын, барлық сабақтар, іс-шаралар, бүкіл ойларымыз кәсіптік бағдарлау тұрғысынан қарастыру керек. Яғни профориентация призмасы дейді оны. Профориентация призмасы егер қарасаңыз, бүкіл жұмысыңызға өте үлкен идеялар пайда болады сіздің ойыңызда. Өте үлкен нәрселер пайда болады, егер сіз профориентациялық призмасынан өз жұмысқа қарасаңыз. Екінші нәрсе, бұл кәсіптік бағдарлау тек мамандық туралы ғана емес. Бұл не керек? Осыған қостық біз тереңдету және қолдау. Бұл яғни әлеуметтік эмоционалдық жағдайы қандай оқушының, оның академиялық дамуы қандай, біз қандай көмек бере аламыз, яғни оның жалпы осы дағдылары, қызығушылықтары туралы үлкен бір мәлімет жинау керекпіз. Тек мамандыққа ғана шектелмей. Үшінші нәрсе, бір рет, осы цитата бар. Бір рет жақсы оқы, қызыл диплом ал, сонда ол сені өмір бойы асырайды деген ұстаным қазіргі таңда өз күшін жойды. Яғни оқушы ертең мамандық ауыстырса, ертең университетке жаңа бір мамандыққа жасау, ертең ол себебі біз жаңа дәлелдедік. Қазіргі заманда технология, экономика ол тезірек жүреді. Неден? Білім бағдарламасынан тезірек жүріп жатыр. Оның бірінші яғни жолы бұл әрине жасанды интеллекттің пайда болуы, және де тағы басқа технологиялық дағдарыс, технологиялық осындай бір дамудың әсері, және жаңа бір психологиялық тұрғыдан қарасақ, философиялық тұрғыдан қарасақ, адамдардың осы философиялық, әлемге деген философиялық көзқарасының бір өзгеруінде. Осында үш тұжырымдаманы біз қарастырдық. Сізге көп рахмет. Біз қазір енді сұрақ-жауапқа көшейік. Модерация чатын мен ашайын. Обновить етейін. Так, төменнен бастайық. Ең бірінші комментаторлардан. Сертификат алу үшін Info-Lesson порталындағы немесе қолжетімді болады. Бұл біздің Айсана, Ахмет қызы Айсана, жеке мектепте ата-аналар екінші сынып оқушыларына жалпы бастауыш кәсіби бағдар енгізуді сұрайды. Ата-ананың осындай сұраныстарына қалай жауап беруге болады? Ата-ананың осындай сұранысын оқушыларға артық жүктеме салмай жүзеге асыруға болады? Әрине болады. Біз айттық, кәсіби бағдар ол 7-ші сыныптан бастап тереңдетіп оқытылу керек. Қазір бұл дағдыларды дамыту. Яғни 2-ші сыныпта болса, ата-анаға осындай бір ғылыми нәрсемен дәлелдеу керек. Бала балиғат жасқа дейін оның ой санасы басқаша дамиды. Оның ой санасы, біз жаңа айтқандай, конкретное мышление и абстрактное мышление. Профориентация бұл көбінесе абстрактное мышление жатады. Бұл армандау, бірнәрсе осындай нәрсе жасау, абстрактлы дүниелерді олар не істейді, жүзеге асады. Ал кішкентай балалар оларда конкретный нәрселерге сенеді, олардың басқаша өмірге көзқарасы мүлде басқа. Сондықтан сіз ата-анаға айтсаңыз, ата-ана, құрметті ата-ана, балаңызды әртүрлі даму керек. Физикалық, эмоционалдық, және қандай академиялық дамуға көп көңіл бөлсін. Академиялық дұрыс жазу керек, дұрыс сөйлеу керек, дұрыс сабақты оқу керек, көп сөздерді білу керек. Академическое развитие, эмоциональное развитие, иногда оны кейде рухани даму дейді.
Үшінші нәрсе бұл әрине сол физикалық дамуға өте үлкен үлес қоссын. Физикалық даму керек та. Екінші сыныптағы оқушылар олар ойнау керек, жүгіру керек, әртүрлі нәрселерді жасау керек, сондай. Сондықтан ата-аналарға осындай да айтыңыз. Әбдуталип Диана Маратқызы, айтқан қиссаңызға қатысты сұрағым бар. Мысалы мектепте, әсіресе жоғары сынып оқушылары таңдау пәндеріне акцент қойып, басқа пәндерге салғырт қарайды. Ол осы профориентация арқылы метатанымдық және пәнаралық байланысты оқушыға түсінікті етіп қалай жеткізуге болады? Жоғары сынып таңдау пәндеріне акцент қойып, басқа пәндерге салғырт қарайды. Оның да несі бар да, таңдау пәндері ол не үшін жоғары сыныпта заң бойынша, яғни заңды қалай болса солай қабылданбайды. Заңды бір зерттеулерге жүгіне қарайды, немесе әлемдік тәжірибеге жүгіне қарайды да. Неге? 10-шы сыныпта оқушы бендік пәндерді таңдайды. Сіз білесіз, иә, тереңдетілген оқытылатын пәндер, және оның осындай инвариативті және вариативті, иә. Осындай вариативті пәндер, яғни міндетті пәндерге олар міндетті түрде акцент қояды. Бұл өте маңызды нәрсе, бұл өте күшті нәрсе. Себебі бұл тек қана бізде емес, бұл әртүрлі Америкадағы системада, Европа системасында, IP системасында, жалпы Кембридж системасында тура сондай. Жоғары сынып оқушылар тек қана өзінің ертең қандай мамандыққа барғым келетін пәндерді ғана тереңдетіп оқиды. Бірақ ол тереңдетіп оқу деген не? Ол сол пәнді жақсы білу емес, ертең жақсы ұбт-ны тапсыруға осыған бағытталған деп санау керек та. Яғни ол химияны тек қана не үшін оқиды? Оның базасын жақсы біледі. Сол базамен ол ұбт-ға дайындалады, немесе халықаралық экзаменге дайындалады. SAT болсын, ACT болсын, басқа да экзамендерге дайындалады. Сол үшін жоғары сыныптарға тиіспеңіздер. Отстаньте от жоғары сыныптар. Осы жоғары сыныптар айтсаңыз, сен наоборот молодец дейсіз де, тек қана өзіңнің 5 пән болса ма, 5 пән оқисың ба, ертең 5 пән ұбт тапсырасың ба, сол 5 пәнге назар аудар. Қалғанын сіз не істей аласыз? Жоба ретінде өткізе аласыз. Бір тақырып бересіз, географиядан бір тақырып бересіз зерттеуге, немесе жоба ретінде бір пән не бересіз, тугиспен мына жерге барып көр деп, мысалға да. Сондықтан бұл өте маңызды. Диана Маратқызы, сұрағыңыз өте маңызды, бірақ оған да біздің мемлекетте уже жауабы бар, иә. Ол уже заң бойынша бекітілген нәрсе. Және әлемдік тәжірибе бойынша бұндай нәрсені сіз нормальный нәрсе деп қабылдау керексіз. Ахмет қызы Айсана, тағы бір сұрағы бар. Оқушылар арасында мамандыққа қатысты гарантияның болмауы мазасыздық тудырады. Кейде оқушылар осы мамандықта таңдасам жұмыс табылады деп өздеріне қызық емес мамандықты таңдап жатады. Осы мазасыздықты профориентатор ретінде қалай сөйлетуге болады? Ондай бар, иә, ондайды біз күнде бақылаймыз. Яғни мен мұнаға барсам, маған нақты гарантия боламын. Сізде бірақ қана жауап болады да. Бір ғана жауап бере аласыз да осыдай оқушыларға. Жақсы, яғни былай, есть востребованные специалисты, но есть и востребованные специальности, иә? Бірақ егер сен жақсы маман болмасаң, гарантиясы бар мамандыққа барсаң да, сенде гарантия болмайды. Түсінікті ма? Жақсы маман болған жағдайда ғана сен любой, яғни кез келген мамандықта гарантия болады. Соны айтсаңыз болды. Яғни олар ойлайды, что мені мамандық асырайды дейді да. Бірақ олай емес. Мен мамандыққа барсам, мен өзімді асыраймын. Егер мен жаман маман болсам,
маған қандай жақсы бір крутой бір гарантия стоматология болсын, мен жаман маман болсам мен ақша таба алмаймын. Сондықтан осындай жауап бере аласыз да, ата анаға да, оқушыға да бірақ нәрсе оларды напап ал. Жаман маманға ешқандай ешбір гарантия бар мамандықта да гарантия жоқ дейсіз да, болды. Сондықтан жақсы әрбір салада жақсы маман болу керек. Болды. Диана Маратқызы биология мұғалімі. О, күшті, күшті, керемет, керемет. Бастауыш мұғалімі де бар, Ахмет қызы Айсана. Керемет. Осындай күшті, күшті. Осы мұғалімнен кейін күшті бір профориентатор болуға ұмтылу күшті. Обучение на цену, хотя цена обучения, это уже наши модераторы будут. Қазақстан түлектерінің басым бөлігі грант үшін өмір сүріп жатыр, өкінішке орай. Грант үшін өмір сүріп жатыр, бұл олардың несі емес, бұл осындай, біздің мемлекет егер 76 мың грант беріп отырса, әрине грантты алу күшті ғой. Мысалға, маған бір грант беріп отырса, мемлекет, әрине мен грант алғым келеді да. Бұл яғни мен 8 миллион теңгені не істеймін? Бұл 8 миллион теңгені сізге ұсынып отырса, сіз әрине оны аласыз. Алғыңыз келеді. Сондықтан бұл психологиялық өте қауіпті нәрсе. Яғни беріп тұрса, бұл оқушылар әрине алады. Егер қазір осындай дифференциялық гранттар пайда болды, там 50%. Осындай дифференциялық гранттар пайда болса, сол кезде уже басқаша болады да ойлары. Оқушылардың ойлары басқаша болады да. Значит, мен оқу керекпін, мен даму керекпін, мен 100% грантқа ұмтылу үшін. Ал қазір қандай? 130 мың оқушы ұбт тапсырады, соның 80-ні грант алады да. Әрине барлығы грантқа таласады да. Сондықтан оған қатты өкінбеңіз. Құрметті Мерей Көпжасарұлы, көп өкінбеңіз. Бұл қалыпты нәрсе. Қазір даже қолдауға болады да. Окей, грант үшін сен оқы, бірақ өзінің қалаған мамандығында. Осындай бір компромиске келу керек. Әзірше осындай Қазақстандағы жағдай осындай. Гранттар көп, әрине әрбір оқушы грантқа таласады, және ата-ана да таласады. Мен де баламды грантқа оқытқым келеді, ол қалыпты дүние. Мерей Көпжасарұлы, сіз үшін қазіргі кәсіптік бағдарлауда рейтингісі ең жоғары кәсіби бағдарлауға арналған топ 5 тест қандай? Жалпы топ 5 тест маған именно кәсіптік бағдар беруге мен тек қана бір тестті, ол бүкіл, жалпы былай, Мерей Көпжасарұлы, бүкіл тест, олар не бойынша, соңғы нәтиже бойынша бірдей, деп айтайыншы. Гэллап болсын, Гарднер болсын, Хоум тест дейді, әртүрлі, MBTI болсын, не болсын, олар осы 4 адамның 4 типін анықтайтын тесттер. Бірақ осы 4 типті әртүрлі, осындай компаниялар әртүрлі болып интерпретация жасайды. Бұл бір жағынан бизнес, Гэллап сияқты, бірақ әртүрлі осындай 4 типке бөледі. Ол үшін мен сізге бір кеңесім бар, жақсы бір кеңесім бар. Әрине, психометрикаға жақын тесттер бар да, әртүрлі. Бірақ сіз былай жасап көріңіз. Сіз жасанды интеллектке айтыңыз, маған 30 сұрақтық MBTI, Гэллап, Гарднер, Холланд, Диск, бүкіл әлемдегі профориентация тестін миксовать етіп, 30 сұрақтық тестті құрастырып бер десеңіз, ол сізге сол сұрақта, сол нелерді құрастырып, интерпретация жасап береді. Ол біріншіден тегін, екіншіден жалпы оқушының портретін жасауға өте күшті құрал. Үшіншіден оқушы 100 сұраққа уақытын нетпей жұмсамайды ғой. Маған 100 сұрақтық тест берсе, мен қашанда. Ал оқушы ше? Оқушы 170
не знаю, 80 сұрақтық тестті берсең, ой айтады, ойбай ағай, құдай сақтасын дейді да. Сондықтан сіз 20-30 сұрақтық GPT арқылы тест, маған сенсеңіз, ол тура сондай нәтижелер шығарып береді. Яғни бүкіл 5 тест, 10 тест, 20 тест болсын, әлемдегі барлық тесттер адамның осы 4 типіне қатысты не жазады, доминантный дейді, там, steadiness, да, осындай 4 типке жасайды. Бірақ ең күшті, Мерей мырза, ең күшті тест бұл Холланд тест. Яғни, Холланд тестті пайдалансаңыз, ешқашан сіз нетпейсіз, да. Холланд тест өте күшті. Немесе Гарднер, да. Гарднер тест мықты. Жауап бергеніңіз үшін рахмет, өте пайдалы вебинар болды. Көп рахмет сізге. Сұрақтар біткен шығар, қазір обновить жасайын. Сұрақтарымыз бітті, тура уақытымыз бітті. Сізге көп рахмет. Infolesson KZ-ке де көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыз. Барлығыңызға көп рахмет тағы да. Жаңа осы оқу жылымызда тек қана сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.